Менде мынау бас прокуратураның берген мәліметіне сәйкес, мынау соңғы кездерде жалпы мынау жаңағы қылмыстық атқару жүйесінің кейбір мекемелеріндегі экстремистік пиғылдағы, теріс пиғылдағы азаматтардың мынау режимдік жағдайға теріс ықпалы жөнінде фактілер анықталған деп мәлімет беріп отыр бас прокуратура. Оның ішінде мына 343 экстремистік жаңағы осындай сотталған азаматтардың жалпы отрядный жаңағы содержание дейді, сондағы жағдайдағы ұсталып отқандары сотталғандардың және осылардың жаңағы айналасындағыларға, басқа сотталғандарға, басқа қылмыстық іспен сотталғандарға осылардың ықпалы жасауына бұлардың жаңағы әрекетінде мүмкіндіктер беріліп отқаны айтылған. Осыған байланысты сұрағым осы 343-ті оқшаулау мәселесі, бір камералық жаңағы неге атқару енді көпте адам емес қой. Өйткені бір адамның өзінің жаңағы ықпалы көп болуы мүмкін. 343 деген аз болғанымен бұлардың ықпалы, теріс ықпалы қаншалықты. Соны осы бойынша жұмыстар жүргізуге бола ма? Сұрағыңызға рахмет. Құрметті депутаттар, бүгінгі талқыланып отырған осы бұл күрделі мәселелер жаңағы төрағаның баяндамасында айтылды. Жаңағы нақты берілген сұрақ үшін қазіргі кезде 343 адам қылмыстық, террористік, экстремистік статьялармен, баптармен сотталып отыр. Олардың қазіргі жаңағы айтқан сөзіңіз, оларды қалай істейміз? Камерада істейміз ба? Или жаңағы отқан басқа бір мекеме құрамыз ба деген қазір талқылануда. Есіңіздерде болса 2008-2009 жылы осы мәселе көтеріліп, сондай бір мына антитеррористік центрде сондай бір шешім қабылданып, Балқаш қаласында жаңадан тергеу изоляторсын стройкасы бітіп енгізіліп жатқан. Сол антитеррористік центр соған ары зерттеп, бері зерттеп, содан жаңағы осы қылмыстық, террористік, экстремистік сотталған баптармен сотталған адамдарды Балқаш қаласында жаңа мекемеде ұсталды. Ол как раз камералық ұстау режимі болатын. Бірақ біраз уақыттан кейін, біраз өздеріңіз білесіздер, біраз шу болды. Сириядан, Сатпаевтан біраз адамдар ұсталды. Соны қайдан келді, қалай келді дегенде, сөйтсек, сол кезде мына жаңағы Сатпаевта Жезқазған қаласындағы сотталған адамдардың туысқандары сол жерге барып мекендеген ғой. Содан мекендеген жаңағы өздері сол жаңа мекеменің ішінде жаңағы террористік идеология орын алған распространениесі. Содан сырттан келіп туысқандары да жергілікті қарықпен сондай идеология біраз шетке шығып кетті. Сол осыдан кейін тағы да мына біз құзыретті органдары бар, ұлттық комитет бар, бас прокуратура бар, МВД бар. Әзірде талқыланып жатыр. Бұны қалай істейміз деп. Енді қазіргі біздің енді мына жаңағы осы құзыретті органдардың қазіргі шешімі даралатып ұстау керек. Бірақ біз жаңадан сотталған адамдарды бөлдік. Бірінші 4 сатыға. Бірінші сатысында тәрбиеге батпайтын, көнбейтін соларды бір жаққа шығардық. Оларменен жаңағы тағы да айтыламыз. Арнайы біздің теологтар бар істейтін, штучный дейміз ғой, арнайы. Солар бар. Содан кейін екінші сатыда олармен жұмыс істеуге болатыны бар. Тәрбиеге көнуді, тәрбиені еститін деген. Үшінші сатысы білместіктен болғандары бар. Солардың етіп, қазір бөліп, жаңа мекемелерге бір камера жақтан соны ұстап отырмыз. Біз қазіргі мына тергеу изоляторларында изолированный участок дейміз. Сол жерде қатаң режим жаздап, бір-бірімен қатыспайтын жағдап, жаңағы бірінші сатыдағы сотталған адамдарды сол жерге ұстап, мүмкіншілігінше аз адамдармен қарым-қатынас жасаса деп сондан жаза отырмыз. Қазіргі кезде таңада айтып кеткен құзыретті органдармен Заречныйда бізде бір Ла-12 деген мекеме бар. Сол жерден осы 3-4 жыл болды, соны қарап жатырмыз. 4-ші сатыда адасып келгендер, білмектен келгендер,
бірақ өздері солармен енді мына специалисттер, теологтар, психологтар сөйлесіп, имамдар сөйлесіп, бұны бері тартуға болады деген сондай бір мекемені, центр дерадикализация дейді, соны қазір енді жұмыс жүріп жатыр. Сол жаққа апарып, туысқандармен сөйлесіп, неге сөйлесіп, бетін бері тартуға дейді. Сондайлар жұмыстар бар. Жаңағы бұл жаңағы берген сұрағыңыз өте күрделі. Бірақ шауып шешетіндей ондай қазір не жоқ. Бірақ жаңағы айтатындай несі бар. Жаңағы соның арасындағы жаңағы 343 адам дедіңіз, олармен арнайы ұлттық комитетпен қылмыстық атқару жүйесінің жедел қызметкерлері, содан психологтары бар, имамдар бар, теологтармен солармен арнайы жұмыс жүргізеді. Рахмет. Қазіргі ойыма келіп отыр, тағы бірдеңе егерде мүмкін болса. Басқа қылмыстық баптарменен сотталып, түрмеде отырып, әртүрлі қылмыс жасап жатқан адамдар болады ғой, жылына жыл қосып отырып жатқандар. Солардың жаңа басқа қылмыс түрімен сотталғандардың ішінде осы радикалдық, деструктивтік түрменің ішінде де отырған кезінде сондай іс-әрекеттермен жаңағы жазаланған, болмаса сондаймен бір фактілер бар ма? Негізі жаңағы бізге 343 дедіңіз ғой, ол таза жаңағы қылмыстық, жаңағы экстремистік, террористік қылмыс жасағандар. Ал жаңағы айтқан сияқты басқа жалпы қылмыстық кодекспен сотталғандармен, соларды қоссақ, соны 484 болады. Оларды негізі жаңағы өзі сыртта жүргенде, сыртта жедел қызметкерлері, ұлттық комитеттің қызметкерлері, біздікілерін білеміз ғой. Сол енді сондай өзі діни несі дұрыс емес, соларды қарап басқа қылмыстармен оларда бар. Негізі ол жаңағы адамдарда, соны бізде екі есеп қой, таза жаңағы экстремистік, террористік сотталғандар бар, и негізгі жалпы қылмыстық кодекстің баптарымен сотталғандар бар, бірақ оларда жаңағылардан асып түспейді. Здесь прозвучал вопрос, ранее с городов Джасказган, Сатпаев, многие радикальные экстремисты принимали участие в Сирии. Почему это произошло? Потому что именно единственная исправительная колония на территории бывшей Карагандинской области, это в городе Джасказган находится. И туда поселили или посадили именно террористов и экстремистов радикальных. И туда приезжали родственники, проживали в этом городе, в этих городах, и заманивали людей, например, молодых. И молодые люди, например, много, из города Сатпаев, например, около 50 человек с Джасказгана, они прямо каким-то образом они в один год уехали в Сирию. Почему это, наверное, ошибка чья-то, например, что поселили именно террористов и экстремистов в этом городе. Нельзя ли было их отдельно, например, там поселить, вне, например, там, черте города? Поэтому я считаю, и сейчас, например, можно будет, чтобы правоохранительные органы проработали, проживают же люди, тех террористов, которые сидят в этой тюрьме, в колонии поселения. Не поселения, а в колонии в городе Джасказгане. Понятно. Рахмет Саид Бектурович, пожалуйста, прокомментируйте, Женат Бабатович. Представляется слово председателю комитета КУИС Генерала Ишмагомедова, прошу. Спасибо за вопрос. Да, действительно, раньше такая практика существовала. В Джасказгане существует одно учреждение смешанной безопасности камерного типа, где были сосредоточены ранее, это порядка, по-моему, 10 лет назад, где были лица, осужденные за экстремистские террористические преступления. Да, это повлекло в итоге то, что уважаемый Саид Бектурович сказал, в том числе и радикализацию через родственников и через какие-либо социальные связи с местным населением. Такие проблемы были. В настоящее время лиц, которые осуждены за такие виды преступлений, они в одном каком-либо учреждении они не содержатся. Они в основном содержатся по местам жительства, скажем так. А отдельные, кто представляет особый, скажем так, оперативный интерес или же совершает ряд нарушений режима содержания или ряд преступлений уже в местах лишения свободы, они изолируются у нас в локальном участке следственных изоляторов в областных центрах. Сосредоточения сейчас такого где-то в одном месте их нет.
Понятно. То есть ответ на вопрос Советбека Турсыновича мы получили в то, что меры на сегодняшний день приняты, таких фактов допущено не будет. Я правильно понимаю? Нет.